Сәлем достар, каналыма қош келіпсіз. Бүгін осындай сіздермен паста жасайтын боламыз. Ең алдымен шампиньондарды қабығын ашып аламыз. Жумаймыз, құрғақ күйінде осылай ашып дайындап аламыз. Сосын осылай турап аласыздар қалауыңызша, өз қалауыңызша. Достар, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, келесі видеоны жіберіп алмаңыздар. Бір пиязды тураймыз, тауық етін тураймыз, төс еті жұмсақ жерлерін. Және бірінші пиязды қуырамыз, одан кейін шампиньон қызартып қуырамыз, содан кейін барып тауық етін қуырып 10 минутқа тұзын, бұрышын саламыз. Одан кейін сливкемізді құйып, тағы 10 минут қайнатамыз. Ол жерде жаңа тестамызды бірінші суға пісіріп аламыз да, осы сковородкаға араластырамыз, сүзіп алып. Дәміне қарай дәмдеушілер сепсеңіздер болады. Міне дайын тамағымыз өте тез дайындалады және дәмді ас болсын достар. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын.